Өлке тарихынан сыр шертер жаңа кітап оқырманға жол тартты. Достық үйінде өлкетанушы Қарағанды технология және сервис колледжінің директоры Жұмағали Мағзидың тарих таразы кітабының тұсауы кесілді. Тарих таразы атты кітап өлкетанушы колледж директоры Жұмағали Диярұлы Мағзидың алғашқы туындысы емес. Автор осыған дейін тарихқа үлес, ұстаз ұлағаты, бесім батыр ұрпақтар атты кітаптарды жарыққа шығарған. Осы жолы тұсауы кесілген тарих таразы кітабында Жұмағали Диярұлы туып өскен жері шет ауданына қарасты Өспен Нілді ауылдарының тарихи маңызды жайттарына сүйене отырып, ел үшін елеулі болған кезеңдерге тоқталған. Бұл екі ауылда мыс кеніштер болған. Бүгінгі шет ауданындағы Өспен селолық округында бұрын мыс кеніші болған. Ол 1964 жылы жабылған. Енді негізгі бұл кітаптың басты мақсаты, мұраты Әліп Байшағыров деген үлкен әкеміз болған. Сіздер 1847 жылы ең бірінші рет Ресей тау-кен мамандары Өспеннің жердің бетіне шығып жатқан мыстарын өндірумен 1847 жылы бастаған. Онда бүгінгі Қарағанды қаласы да жоқ. Кітаптың тұсаукесеріне жиналған халық қарасы көп болды. Әдеби кеште автор жалпы шығармашылық жайында оқырманмен ой бөлісіп пікірлер айтылды. Көпшілікке туған өлкем жұмақ мекен атты кітап көрмесі ұсынылды. Жұмағали Диярұлы айтуынша, Ресей тау-кен мамандар 1900 жылға дейін мыс рудаларын өздері өндіріп, сол жылы бұл кенішті ағылшын француз капиталистеріне сатып жіберген. Кітаптағы тарихи мәлімет, оқиға желісі басты кейіпкер Әлі Байшағыров турасында дейді автор. Әлі Байшағыровты Ресей мамандары Төменгі Тагил деген жерге оқуға жіберіп, сол жерде ол Петр Топорнин деген тау-кен маманымен танысқан. Жұмысшылар құқын қорғауға негізделген кәсіподақ қозғалысы бар екенін білген. Ресейлік маманды біз елге шақыртқан. Айта кетейік, биыл біздің кәсіподақ ұйымының құрылғанына 30 жыл болса, кәсіподақ қозғалысы 1905 жылы Өспен мыс кенішіндегі жұмысшылар көтерілісінен басталыпты. Бұл ретте жұмысшылар мүддесі үшін күрескен Әлі Байшағыровтың еңбегі жалпы іскерлігі елеулі екен. Әлі Байшағыровтың әлі негізгі еңбектері әлі еленбей жатыр. Мысалы, ол орыс қазақ мектебін ашуға себепші болған Әлі Байшағыров. Әлі Байшағыров болмаса, нелде болмаса, орыс мектеп ашылар ма еді Өспенде? Сәкен Сейфуллин оқыр ма еді? Сәкен Сейфуллин енді қазіргі сөзбен айтқанда бірінші үкімет басшысы ғой. Осындай құнды мәлімет тарихи деректерге сүйеніп, туған жердің жылнамасына бойлай түскен тарих таразы атты кітап жалпы оқырманға, өскелең ұрпаққа аса маңызды болмақ. Өспенім жүрегімнен орын алған, Сәкеннің табанынан табық алған, ардақтым асқағатың, Өспенім махаббатым, Өспендік біз Өспенде бағы жанған, ардақтым асқағатың, Өспенім махаббатым, Өспендік біз Өспенде бағы жанған.